Қазақстанда өткен ең алғашқы Мисс Қазақстан байқауының жеңімпазы прима балерина Сәуле Рахметова. Сәуле 22 жыл бұрын қазақтың ең сұлу қызы ретінде танылды. Біраз жылдар бойы шетелдік балет ұжымдарында жұмыс істегеннен кейін туған жері Қазақстанға қайта оралған. Қазір театр сахнасымен қатар киноға да түсіп актриса ретінде танылып жүр. Мисс Қазақстан 2010 жылдың алтын тәжі Жанна Жұмалиеваға бұйырған еді. Кейін Лондон төрінде өткен әлем аруы 2011 байқауында ел намысын қорғаған ол топ модель атағын еншілеген. Дүниенің төрт бұрышынан 122 үміткер қатысқан байқауда үздіктердің қатарынан көрінген үлкен жетістік болатын. Бүгінде Қазақстан аруы қайырымдылық шараларына белсене араласып жүр. Қазақ аруы 2013, әлем аруы 2014 конкурсының қатысушысы Айда Исаеваның сұлулығына қазіргі ақш президенті Дональд Трамптың өзі тамсанған екен. Қазақ аруы бүгінде отбасын құрып бала тәрбиелеп отырған үлгілі ана. Сонымен қатар Айда жары екеуі қайырымдылықпен айналысады. Олар сырқат балаларға арнап қор ашқан. Қазақстан аруы 2015 атағын алған 17 жастағы ақылына көркі сай ару Әлия Мергенбаева. Қазақстан аруы жүлде қорынан алған миллион теңгені қайырымдылыққа жұмсап мәрттігімен таңғалдырған еді. Ол миллион теңгені Ақтау, Астана және Алматы қалаларындағы балалар үйлеріне берген болатын.